Действительно, ақша табатын стратегиядан ақша тапқыларыңыз келсе, онда біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығыңыздар. Ары кетсе 2-ақ күн уақыттарыңыз алады. Біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығу үшін видеоның астында менің каналым тұр. Сол каналым үстінен бассаңыздар, плейлист деп шығады, немесе ойнату тізімдері деп тұрады. Соның үстінен басқаннан кейін сіздер сабақтарды рет-ретімен көріп шыға аласыздар. Егер де сіздерге қандай да бір нәрсе түсініксіз болса, кері байланыс қажет болып жатса, онда менің cryptoplus.ulaskan атты инстаграм парақшама тіркеліп алыңыз, және сол жақтан кері байланыс алсаңыздар болады. Сізге сәттілік, сабақты бастаңыз. Бұл сабақта мен сіздерге Binance ID арқылы қалай ақша жіберу керек, соны көрсететін боламын. Әрине сіздер осы уақытқа дейін 4 аккаунт ашып, оның ішінде бір аккаунтқа P2P арқылы ақшаны толтырып қойған болсаңыздар, барлық настройкасын жасап қойған болсаңыздар, онда осы сабаққа өтіп, ақшаларыңызды теңдей 4-ке бөліп, 4 аккаунтқа жіберіп қойсаңыздар болады. Binance ID деген сөз, яғни Каспийден Каспийге деген сияқты Binance'дан Binance'ға не істейсіздер, ақша жібереді екенсіздер. Соны мен сіздерге қазір көрсетіп өтетін боламын. Қараңыздар, бұл жерде қатты қиын емес. Міне мына жерін басатын болсаңыздар, сіздер осындай жерінде скопировать ете аласыздар. Binance ID-ді скопировать етуге болады. Осы жерін басқаннан кейін скопировать етесіздер, үстінен басып, мына жерін басып деген сияқты. Одан кейін, яғни осы аккаунтқа сізге не істеу керек? Ақша жіберу керек, басқа аккаунттан ақша жіберу керек. Осы аккаунттың ID ключін алып алдыңыз, немесе танысыңыздың Каспий номерін алдыңыз деген сияқты әңгіме. Осы жерде қайтадан өзінің эмблемасына басамыз. Одан кейін қайтадан осы жерге басамыз. Басқаннан кейін Smith аккаунт деп тұрады астында. Сіздер бүкіл аккаунтты бір телефонға жүктеп алған болсаңыздар, астына осылайынан не істейді екен, тұра береді екен. Одан кейін сіздер Smith аккаунт деп басқаннан кейін дәл осындай шығады. Мысалға, мен қазір осы Binance 2LL деген аккаунтқа не істеуім керек? Ақша жіберуім керек. Менде ақша қайда тұр? Улас 97 деген немде аккаунтымда ақша тұр. Сол аккаунтқа кіремін. Кіргеннен кейін осындай қайтадан значокты басады екен. Басқаннан кейін менде астында отправить деген кнопка бар. Отправить деген кнопканы басқаннан кейін Binance ID деп тұрады. Сол Binance ID-ді мен істеймін, басам. Басқаннан кейін осы жерде бағана көшіріп алған не істеймін, ID-имді жазып қояды екен. И одан кейін продолжить деген кнопканы басам, подтвердить дегенді басамын, және де подтвердить деп басам. Міндетті түрде продолжить деп басқаннан кейін мына жерде қанша USDT жібересіз, USDT. Мысалға сізде общий аккаунтыңызда $2000 болатын болса, бір аккаунтта сіз оны 4-ке бөлу керексіз, 4-еуге. Яғни әр аккаунтқа сіз не істеу керексіз, $500-дан жіберу керексіз. Значит, $500-ды осы жерге жазасыз и подтвердить деп басасыз. Подтвердить, тағы да подтвердить деп басасыз. Дәл осындай подтвердить деп басасыз, подтвердить дегеннен кейін ақша кетеді. Практика жүзінде жасап көрейік. Мен өз аккаунтымда қазір тұрмын. Мен келесі бір аккаунтқа ақша жіберуім керекпін, бірақ ол аккаунттың Binance ID-ін біліп алуым керекпін, яғни Каспий номерін деген сияқты. Ол үшін значокты басамыз. Одан кейін үстінен басамыз, яғни Smith аккаунт деп басамыз. Басқаннан кейін міне астында Max дегенге жіберіп көрейік. Так, үстінен бастым, кірдім. Кіргеннен кейін міне главныйға кіретін болса, қайтадан міне Max деген үстінен баса саламыз. Осы жерде міне ID деп тұрады, осыны скопировать етіп аламыз. Енді Smith аккаунт деп басамыз. Smith аккаунт деп басқаннан кейін мен өз аккаунтыма қайтып барам, яғни бағанағы Каспий номерін біліп алдым деген сияқты Binance ID-ін мен біліп алдым. Енді осы жерде қайтадан келемін. Енді мен жаңа значокты басамын. Басқаннан кейін отправить деген кнопканы басам. Осы жерде мен Binance ID деген таңдаймын. Сумманы жазамын. Мысалға $100 жібергім келеді. Продолжить деп басамын. Так, сумма емес, кешірім сұрайын, мына жерге ID қою керекпіз. Біз скопировать етіп продолжить дегенді басамын. Одан кейін мына жерге USDT деп тұрған жерге сумманы жазамыз. Сіздерде басқа монета көрсетіп қалуы мүмкін, үстін басып, осы USDT-ны таңдай саласыздар. Все, продолжить деген кнопканы басасыздар.
Так, осылай бір тексеріп аламыз. 103 394 012 0 деп тұр. Дәл осылай қолмен жаза саласыздар. Егер сұрап жатса, бұны көп жағдайда олай сұрамайды. Все, подтвердить деп басасыздар. Продолжить. Осы жерде Face ID-дің көмегі өте жоғары. Вот осылай түріңіз көреді, өтіп кете салады. Ешқандай код, ештеңке сұрамайды. Міне, өтіп кетті. Менде 1 секундта. Уже ар жаққа не істеді? Ақша барып түсті. Менен ақша шығып кетті. Міне қарайтын болсақ. Так, Максқа баратын болсақ, сол ақшаны бізге салып қойды. Қазір пополнениесін көрейік сразу. Так, міне пополнениесінде $100 уже тұр. Вот. Көрдіңіздер, жалпы осылайынан бізде ақшаны өткізе аламыз. Енді қайтарып өткізу үшін тоже обратно жіберу үшін жаңағыдай бассаңыздар болады, отправить деп басасыздар. И одан кейін Binance ID, сөйтіп осы жерге ID-ні жазасыздар. Дәл осылай бірінші телефоннан екінші телефонға ақшаны өткізе бере аласыздар. Өйстіп спокойно өткізе беруге болады. Бұл 1 секундта өте беретін нәрсе. Жақсы, сау болыңыздар.